Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Майкерім. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді шығатын сәбізі пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз және қасындағы қоңырауша белгісін басып қоюды да ұмытпаңыз. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, өз пікірлеріңізді осы видеоның астына жаза кетіңіздер. Пирогтың құрамына қажетті заттар осылар: жұмыртқа, қант, сұйық май, құрғақ заттар, ұн, корица және қопсытқыш және сода, үкіштен өткізілген сәбіз қажет болады. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз, аппақ көбік болғанша. Жақсылап араластырып алған соң, сұйық май құямыз. Бұны да жақсылап араластырып аламыз. Енді құрғақ заттарды саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп аламыз. 2-3 бөлікке бөліп. Ешқандай түйіршік қалмауы керек, барлығы бірдей болып араласуы керек. Енді күштен өткізіп алған сәбізді саламыз. Бізге енді миксердің қажеті жоқ. Осы күрекшенің көмегімен барлығын бірдей қылып араластырып аламыз. Дайын болған массаны осындай формаға салып аламыз. Форманың астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. Әйтпесем жабысып қалуы мүмкін. Енді 180 градуста жай отта пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Мен өзім 180 градуста пісіріп аламын. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізді бақылайсыздар. Бетін сәндеу үшін осылай қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Болмаса өз қалауларыңыз. Пирогты суытып кесесіздер. Мен суытқан жоқпын. Жасалуы қарапайым әрі оңай рецепт. Сіз де жасап көрсеңіз болады. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Менің арнамда бұдан да басқа оңай рецепттер бар. Тәттілердің және осындай пирогтардың, тағамдардың алдағы уақытта да басқа рецепттер салатын боламын.